Ал енді амалдарды орындайтын боламыз. Яғни амалдардың орындалу реттілігі солдан оңға қарай орналасу реттілігі бойынша орындалады. Қарап тұрсаңыздар, азайту, қосу, азайту. Жақша немесе көбейту, бөлу жоқ. Жақша немесе көбейту, бөлу болмаған кезде тек қана қосу, азайту болатын болса, яғни солдан оңға қарай орындалады. Бірінші азайту, екінші қосу амалы, үшінші азайту амалы. Көбінесе қателіктер жіберіледі. Оқушылар бірінші қосып алам, кейін азайтамын деген сияқты сондайлар да жауаптар айтып жатады. Әрине ол өте қате, яғни орналасу реттілігі бойынша орындаймыз. 45 пен 25-тің айырмасы 20, 20 мен 5, 25, 25-тен онда азайтамыз 15. Демек, солдан оңға қарай қайсы бірінші тұрса, орналасу реттілігі бойынша орындаймыз. Келесі амалдарда қарап тұрсаңыздар, бөлу, көбейту, азайту, көбейту, қосу бар. Жақша болмағанменен бөлу, көбейту де, азайту, қосу да бар. Ондай жағдайда не жасаймыз? Бірінші көбейту мен бөлу солдан оңға қарай орналасу реттілігі бойынша орындалады. Демек, бірінші көбейту, бөлу, екінші көбейту. Одан кейін көбейту, азайту, қосу. Бұндай жерлерде көбінесе жіберілетін қателік, яғни бірінші көбейтіп алам, содан кейін бөлем. Не болмаса, бірінші қосып алам, содан кейін азайтамын деп кейде балалар шатасып жатады. Әрине, балаларға қалай үйретсек, балалар солай дағдыланады. Демек, бөлу мен көбейту де дәл солай азайту, қосу сияқты солдан оңға қарай орналасу реттілігі бойынша орындалады. 40 пен 4-тің бөліндісі 10, 5-ке көбейтеміз 50. 50-ден азайтамыз 24-ті. Көбінесе осы жерде көбейтетінін біледі, бірақ бірінші қосу амалын орындап қояды. Ал оған біз жол бермеуіміз керек, өйткені төртінші амал азайту амалы. Демек 40 пен 4 10, 40 пен 4-тің бөліндісі 10, 5-ке көбейтеміз 50. 50-ден азайтамыз 24-ті, яғни 26, қосылған 6. 20 мен 6-ның қосындысын тауып 32 деп жазады екенбіз. Дәл осы реттілік бойынша орындалады. Өйткені көбейту мен бөлу бірінші орындалады. Ары қарай қарап тұрсаңыздар, тек қана бір көбейту бар, демек бір көбейту, бірақ біз азайтуды екінші орындамаймыз, азайту екінші қосу орындалады. Өйткені қосу мен азайту реттілігі бойынша, орналасу реттілігі бойынша деген сөз, бірінші қосу амалы кездесіп тұр, демек қосамыз, кейін барып азайтамыз. Демек 33 пен 10-ның көбейтіндісі 330, 330 пен 27, 357, 357 менен 40-тың айырмасы әрине 317. Көбінесе балдарға тапсырма құрастырғанда дәл осылайға шатасуға мүмкіндік беретіндей қылып мен өзім солай құрастырам. Өйткені дәл осындай кезде бала ойланады, бірінші азайтам ба, қосам ба. Демек, немесе бізде 24 болды ғой, 6-ға қосқан ыңғайлы балаға. Сондай кезде жоқ, азайтпаймыз, қоспаймыз. Демек, бірінші азайтамыз, өйткені азайту амалы орындалады деген сияқты бала жатқа білу керек. Қаншақты шатыстыру есептерін берген кезде де бала дәлелдей алу керек. Келесіде жақша және бөлу, азайту бар. Демек, бірінші жақша. Бұл жерде де көбінесе кететін қателік, жақшаны орындайтын біледі бала. Содан кейін бірінші, одан кейін азайтуды орындап қояды. Әрине ол қате. Өйткені жақшалы өрнектерде бірінші жақша орындалады, одан кейін көбейту менен бөлу, одан кейін барып қосу мен азайту орналасу реттілігі бойынша орындалады. Демек, екінші бөлу амалы, үшінші азайту амалы. Кейде балаға оңай болу үшін, кейде былай жаздыртып та қоюымызға болады. Бірінші 78 менен азайту жазып қоямыз, өйткені мына жағын орындап алып барып есептеуге бізге ыңғайлы болу керек деген сияқты. 28 пен 32-ның қосындысы 60, 60 пен 10-ның бөліндісі 6-ға тең. Демек, біз 78 пен 6-ның айырмасын ғана табады екенбіз. Дәл осы реттілікті бала жаттау керек, кез келген есептерде қиналмай реттілігі бойынша орындай алу керек.